түш. Оқушылар үй жұмысын сендерге осындай рәсте теңдеу берілген, осы рәсте теңдеуінде толық және қысқартылған иондық теңдеуін жазу қажет. Ол үшін біз кітаптың ең арты бар ғой, қышқылдардың негіздердің суда ергіштігін, осы кестені пайдаланып толық иондық теңдеуін жазамыз. Бірінші бізде кальций берілген, кальций, мына жерге қарайық, кальций хлориді. Мына жерден кальций деген элементке қараңдар. Міне, кальций 2+ деп тұр, осыны осы жерге жазамыз. Кальций 2+. Плюс қоямыз, хлор жазамыз. Хлор мына жерде минус, минусын қоямыз. Мына жердегі индекстегі 2 алдына коэффициент болып түседі. Плюс жазамыз. Калийді жазайық. Калийдің заряды қандай екен? Калий плюс. Плюс қоямыз. Мына жерде калийдің 2-сі бар, индекстегі 2 алдына коэффициент болып түседі. Енді SO3, яғни бұл карбонат ионы. Аниондарға қараймыз, 2 минус. Мына жерге 2 минус деп жазамыз. Тең. Теңнен кейінгі затқа назар аударайық. Кальций карбонаты. Кальций карбонат. SO3 мына жерге қараймыз. Міне, кальций SO3 емі деп тұр, яғни бұл ермейді деген сөз. Бұл кестедегі ермейді дегеннің барлығы тұнба. Тұнба дегенді мынандай төмен қарап тұрған стрелкамен белгілейміз. Тұнба түзілсе, су түзілсе және газ түзілсе, бұны иондарға ыдыратпаймыз. Сол күйі көшіріп жазамыз. Тұнба болғандықтан сол күйі көшіріп жаздық. Плюс жазайық. Калий жазамыз. Егер 2 алдында тұрса, алдына түседі. Калийдіңкі плюс. Жаңа көрдік, плюс. Хлорды жазамыз. Хлордыңкі, міне қараңдар, минус. Енді мына жердегі 2 калийге де хлорға да ортақ. Сондықтан бұл 2 хлордың алдына да келіп түседі. Бұл жазған теңдеуіміз толық иондық теңдеу. Енді осыны қысқартамыз. Теңнің оң жағындағы, сол жағындағы бірдей заттарды қысқартамыз. Теңнің оң жағында калий 2+, теңнен кейін 2+. Келесі хлор 2 хлор минус, теңнен кейін 2 хлор минус. Бірдейлерін қысқарттық. Не қалды, соны көшіріп жазамыз. Кальций 2+ қалды. Плюс карбонат ионы 2- тең кальций карбонаты. Тұнба. Бұл қысқартылған иондық теңдеу. Қысқартылған иондық теңдеу. Мына теңдеу толық иондық теңдеу деп аталады. Түсіндікті ма? Мынау молекулалық теңдеу.